Әділет, сен білесің бе? Мен осы кітап оқығанды ұнатпаймын. Мектептегі 20 минуттық кітап оқу сәті түкке керек жоқ. Сен қалай ойлайсың? Иә, мен де солай ойлаймын. Мен қазіргі кезде кітапты оқымай, өмірді танып, білім ала аламын. Мен ешқашан сенбейтін нәрсе жақсы кітап жанға азық. Сіздерге шындықты айтқым келеді. Кітап рухани сарқылмас қазына. Бұл жалған біліп жүріңіз. Менде ойын сауық, бос уақытым бар. Бұлар маған ең керекті нәрсе. Кітап оқып, қоршаған ортаны, дүниені және де өзіңді білу. Бұның бәрі артта қалды. Ал әлеуметтік желілер, фильмдер. Қазіргі таңда бұл ең қажеттілігі. Мысалы, Абай, Ломоносов, Стив Джобс кітапты күні-түні ақтарған. Бірақ біз өзгеріп келеміз. Менің атым Қожаны оқып, үлгі алатындар өте аз. Сіздерге айтарым мынау. Кітап оқу арқылы көптеген табыс пен жетістікке жете алмаймыз. Және мынаған сену ақымақтық. Кітап оқыған адамның күні қашанда жарық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Құрметті ата-аналар, достар және мұғалімдер, уайымдамаңыздар, біз жастар ондай емеспіз. Кітап оқыған адамның күні қашанда жарық. Және мынаған сену ақымақтық. Кітап оқу арқылы көптеген табыс пен жетістікке жете алмаймыз. Сіздерге айтарым мынау. Менің атым Қожаны оқып, үлгі алатындар өте аз. Бірақ біз өзгеріп келеміз. Мысалы, Абай, Ломоносов, Стив Джобс кітапты күні-түні ақтарған. Қазіргі таңда бұл ең қажеттілігі. Ал әлеуметтік желілер, фильмдер. Бұның бәрі артта қалды. Кітап оқып, қоршаған ортаны, дүниені және де өзіңді тану. Бұлар маған ең керекті нәрсе. Менде ойын сауық, бос уақытым бар. Бұл жалған біліп жүріңіз. Сіздерге шындықты айтқым келеді. Кітап рухани сарқылмас қазына. Жақсы кітап жанға азық. Кітап ақылына ақыл сұрамайтын алтын қазына. Әділет, сен білесің бе? Маған кітап оққан өте қатты ұнайды. Мектептегі 20 минуттық кітап оқу сағаты оқушыларға берілген үлкен мүмкіндік емес пе? Сен қалай ойлайсың? Иә, мен де солай ойлаймын. Қазіргі кезде мен кітапты оқып, білім алып, өмірді тани аламын. Ғабит Мүсірепов атамыз, кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деуі осыдан. Оқыған кітабындағы айтулы кейіпкерге еліктеудің өзі, тіпті автордың өзі сияқты болуға құлшыну, бұл теңдесі жоқ құбылыс. Демек, кітап оқу текті кісілікке, кемел адамгершілікке қол жеткізу бағытында құрыштай шыңдала түсудің айтулы көрсеткіші екені хақ. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ дегенмен бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы айдан анық. Кітаптың ең басты пайдасы жадыны және ойлауды дамытады. Яғни, көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорыта алады. Және көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі ол кітап оқу. Және де одан бөлек адам бойындағы бұғып жатқан шығармашылық қабілеттерді дамытады. Кітап оқу мәселесі бүкіл ұлтты толғандыруы тиіс. Жастардың рухани дүниесіне де көп көңіл бөліп, көркем әдебиеттерге деген қажеттілікті арттырып, оқуға ынталандыруымыз керек. Болашақ біздің, яғни жастардың қолында. Олай болса, дәстүрімізді сақтай отырып, өскелең ұрпақтың білімін, рухани байлығын арттыру өз қолымызда. Оқуға құштар мектеп аясында облысымызда қанша шаралар іске асуда. Атап айтсақ, буккроссинг, бір отбасы бір кітап, зейін, оқырман отбасы, кітап оқу саты, білім құдығы, буктайм, буктокс, буктрейлер, TEDx, Redx. Жетістік кілті ол кітап. Біз де сіздерді кітап оқуға шақырамыз!